Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Тока Лайф арнасы. Бүгін бізде қорқынышты мектеп 2-ші серия. Ал ендеше біз бастаймыз. Так, ана елес қайда кетті? Я, мен көз алдымда ғайып болып кетті ғой. Так, мынау не? Мынау оқушылардың сөмкелері ғой. Мына жерде не болып жатыр? Үйде ескі екен. Жарайды, абайлап кіріп көрейін. Бір фонарикте алмаппын ғой. Жарайды, абайлап кіріп көрейін. Неге мына жақта тамақтардың бетін жаппаған, а? Барлығы странны. Кім бар? Кім бар? Не болды ауыз? Тығылыңдар тезірек. Күзетші келген сияқты. Мен кеттім, мына жаққа тығыламын. Қай жаққа тығылсам болады, а? Осы жаққа тығылайын. Мен қайда тығыламын? Так, мынау дәретхана. Мен бұл жерге енді келіппін. Светті жағып қояйын. Не мынау глаз? Шошып кеттім ғой. Светті жағайын. Ей, сен не істеп жүрсің бұл жерде? Кешіріңіз. Мен кітапханада жүргем. Неге енді үйіне қайтпағансың? Сағат түнгі 12 болды ғой. Жарайды, үйге қайтам. Барлығы странный мына жақта. Мына жақта гардероб. Так, мұнда сабақ оқитын жер. Неге мына жақтың барлығы несек біткен? Не мұнау? Ескі ғой мына жер. Жарайды. Ең бастысы қарап шықтым. Сол жететін шығар. Маған енді ана баланы үйіне кеттім екен көру керек. Мынау не сөмкелер, а? Жарайды, ол азындалатын шығар. Кеттім. Әрең дегенде құтылдық қой. Я, соны айтам. Мына жақта деген... Бұл кім сонда? Бұл вроде күзетші сияқты. Я, менің де ойымша солай. Я, ұсталып қалып еді ғой. Кім? Арсен. Арман. Арман, сен қалай ұсталып қалдың? Мен білмеймін, тұрғанмын ғой, сосын ұсталып қалдым. Свет жағып қарады. Жарайды, бұл жайлы талқыламай қояйық. Ал мынау қызыл не? Я, вроде ол сигнализация. Жоқ, олай болуы мүмкін емес. Бұл мектепте ондай жоқ қой. Ол қымбатқа сатылады. Білмеймін. Может, басып көрерміз? Давай. Мен келсемін, ал бірдеңе болып қалса не істейміз? Білмеймін. Онда қашамыз. Жарайды, бірге көрейік. Кім басады? Мен емес. Ұлдардың біреуі бассын. Жарайды, ұлдардың біреуі бассын. Кім басады, ұлдар? Ей! Нұрдәулет қайда? Нұрдәулетіңді ел. Ой, кеткен сияқты ғой. Не болды, кетті ме? Біз бағандан бері әңгіме айтып тұрса, сен ұмытып кетіппіз ғой. Ой, жындылар. Біз қазір мынаны басайын деп тұрмыз. Бұл жындылар сигнализация ғой бұл. Ол көп аша тұратын еді ғой.
Иә, олардың ақшалар жетпейтін шығар. Так та бұл жақта ақша жоқ бұл мектепте. Білмеймін, кім басады енді? Олардың біреу бассын. Так, олдар кім басады? Только мен емес. Мен бағана ұнан ұстап бірінші кірдім ғой, енді мен істемеймін. Мен давайте сонда істеймін. Давай мен басам онда. Свет жақпай-ақ қояйық, потому что біреулер көріп қалуы мүмкін. Жарайды. Так, басайын ба? Я, дайынбыз. Если что, қашамыз. Жарайды. Қашындар! Я, қашайық, кеттік. Тезірек сумкаларыңды алыңдарды қашындар, қазір мұғалімдер келетін сияқты. Я, тезірек алыңдар. Болыңдар, тез қашайық. Я, тезірек жүріңдер. Олар менен қашып құтыла алмайды. Не болып қалды соншама бір уақыт түнде? Тезірек бару керекпін. Не болып қалды? Нақтың бәрін тезірек қарап көру керек сияқты. Нарақта жоқ пе? Жоқ. Нан іштерін қарап көру керек сияқты. Жоқ. Мына жақта ше? Мына жақта да жоқ. Бұл қалай өзімен өзі басылуы мүмкін? Ертең азанда осы жақтың біреусіне айту керек сияқты. Бұны қалай біреу басуы мүмкін? Жарайды, тезірек үйге барайын. Таңғы 8:00. Так, сәлеметсіз бе? Сіз кешегі адамның орнына келгенсіз ғой, иә? Я, мен солмын. Балаларға жақсы қараймын және жақсы жерде ойнатамын және жақсы қарауға тырысамын. Жарайды. Сіз балаларды коридорда қарап жүре аласыз, нүктеме? Жарайды. Сәлеметсіз бе? Сіз кім боласыз? Мен агентпін. Жарайды, кіріңіз. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Жақсы. Сәлеметсіз бе? Жақсы. Жанар апай, кеше сіздердің мектептеріңізде түнде сағат 1-2-лерде сигнализация болды. Қалай болды сигнализация? Ол жақта кім болды? Тексердіңіз бе? Түнде бір бала жүрген. Сағат 12-де. Одан кейін ол кетіп қалғанын мен көрдім. Бірақ ол деп ойламаймын. Жақсы. Бірақ сол болса ше? Бірақ жоқ. Алдыңғы жылдарда осындай оқиға болған емес пе? Я, сондай оқиға болған. Бірақ ол бір оқушы басқан сияқты. Сіз сонда осы мектепте елесі жоқ деп ойлайсыз ба? Мен ба? Жоқ, әрине. Сонда мынау қабырғалар не? Барлығы ескі заттар. Сіздердің сонда ақшаларыңыз жетпеді ме? Жетті, бірақ балалар нормальный мектепте оқса да білім алу керек емес пе? Жарайды, осы мектепте елес бар. Бірақ балалар ешқайда да кетпейді. Жақсы, бірақ мен түнде тексеріп жүретін боламын. Сау болыңыз. Не? Елес бар ма не осы мектепте? Ол өтірік сандырақтай береді. Ал жасқан ғой. Жарайды. Ал балалар қашан келеді? Қазір оларда 8:30-да сабақ басталады. Қазір келіп қалуы мүмкін. Жарайды. Қыздар, кешегі жағдайда апайларға білдіртпейік. Жарайды. Келістік. Сәлеметсіздер ме, балалар? Не болып қалды? Ештеңе. Сәлеметсіз бе? Апа, сабақ басталуына неше минут қалды? 10 минут, тезірек кіреміз. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіз бе, апай, сіз кім боласыз? Я. Мен сендердің жанынан апайларым сияқты қыз боламын.
Иә, мен сияқты. Яғни, мен сияқты жұмыс істейді, сендердің тәртіптеріңді қадағалайды деген сияқты. Жарайды, біз кетігіміз бақа. Иә. Так, сабақ басталды. Мен кеттім. Сәлеметсіздер ме балалар, отыра беріңдерші, тұрмай қойыңдаршы. Тезірек, алгебра пәнін ашамыз. Бүгін біз график сызуды үйренетін боламыз. Графикті қалай сызамыз? Мысалға, біз графикті сабақ аяқталуына 1 минут қалады. Так, үй жұмысын көрсетіңдерші. Дұрыс. Қалғандарынан ертең сұрайтын болам. Так, үй жұмысы 362-ні 376-ны есептеп келіңдер. Жарайды, апай. Балалар, бүгін түнде кім істеген сигнализация? Апай, жоқ, біз істемедік сигнализация. Не ол? Я, апай, не ол? Біз түнде ұйықтап жаттық қой. Я? Біздің, бұл жақта тек біздің сынып қана. Және осы сыныптан мен бір агент бір баланы ұстап алыпты. Ол кім? Ешкім? Апай, мен емес. Мен де емес. Мен вообще ұйықтап аттым түнде. Жарайды, мойындамайсыңдар ма? Апай, шын айтып тұрмыз. Ал бұл мектепте елес бар. Қандай елес? Бәсе, кеше түнде біз барған кезде сондай көрдік қой. Не? Кеше түнде сендер қайда болдыңдар? Аузыңды жауып отырмайсың ба? Сен тупойсың ба? Апай, біз ешқайда барған жоқпыз. Кеше біз, заброшкаға барғанбыз ғой. Соны айтып жатыр. Я, апай, мен соны айтып жатырмын, мектепті айтып жатқан жоқпын. Мен сендерге сенбеймін. Бұл қорқынышты мектеп. Және жаман мектептердің бірі, түсініктеме? Сендер бұл жақта мәңгілікке қалатын боласыңдар. Бүгін түнде үйлеріңе бармайсыңдар, осы жерде қонасыңдар. Сендерге пастель беріледі, осы жақта қонасыңдар. Апай, қумаңызшы. Апай, мен үйге қайту керекпін, ата-анам мені іздейді. Я, апай, қуасыз ба, бізді елестермен қалдырып? Қумаймын ешқандай да, дұрыстап сөйле апайыңа. Болды, боссыңдар. Апайдың басы істемейді екен ғой. Әйгерім, сен басын істейме? Сол ғой, аузына ие болып отырмайсың ба? Болды барлықтарың. Ол аузына шығып кеткен шығар, не болды? Я, болды, ешкім кінәлай бермейік. Біз енді қалай шығамыз осы жақтан? Соны ойластырайық та? Сол ғой. Жарайды. Так, енді біз бұл жақтан терезе арқылы шығып кете аламыз. Я, айтпақшы, терезе бар екен ғой. Оны қалай сындырамыз? Сол ғой. Мен байқамай аузымнан шығып кетті. Жарайды енді, өзіңді кінәламай қой. Біз енді бұл жақтан по-любому қашып шыға аламыз. Я, оның бір амалы болу керек. Мен балаларды обедке шақырып келейін. Балалар, не болды сендерге? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Я, ештеңе болған жоқ. Не болды, айта беріңіз? Обедке жүріңдер, кеттік асханаға. Жарайды, жүріңдер. Қазір. Бүгін қандай тамақ? Көресіңдер. Қандай күшті тамақ. Я. Мәссаған күшті еш шығып жатыр. Мәссаған қандай күшті тамақтар. Апай, ұлдарша, қыздарша отыруға бола ма? Жоқ, өз орындарында отырғанда отырасыңдар. Туй. Жарайды. Гүлназымда отырамыз. Жарайды. Онда біз мұнда отырамыз. Онда...
Так, тамаша былай аз болсын. Аз болсын, балалар. Рахмет. Ал балалар болсаңдар, бала беріңдер. О, сабайса қома бірдеме о. Суық, жарайды. Суларын алсаңдар. Ішесіңдер ғой. Бүгін кешке дейін жеткізу керек енді. Ертең азанға дейін дегенім. Жарайды, жүндер ойланайық. Так, мен ағанаған болды. Ал, не істейтінімізді ойланайық. Я. Солай олар ойланып жатқанда кеш болады. Ой, мен онда кетейін, кофемді ішіп тастап. Балаларлыкын жинамай қойыншы. Сау болыңдар, балалар. Сау болыңыз. Кеш болыпты. Үйге қайтайық. Балалар өздері қалар. Балалар, қарлы түн. Апай, сіздікі дұрыс емес мүлде. Я, сол ғой, бір ұрып ұйықтап тастайын ба? Жабаусың, сен қалай сөйлейсің, а? Жабалмаймын. Мен қорқамын енді. Қайтып ұйықтаймыз? Сол ғой. Жарайды, жүріңдер, ішке кірейік. Біз енді қалай ұйықтаймыз, қай жаққа ұйықтаймыз? Сол ғой. Жүріңдер енді отырып ұйықтайық. Ура, мына жаққа төсек тастап кетіпті ғой. Қане? Ура, наконец-то. Хотя бы осыған ұйықтаймыз ғой. Жарайды, төсек салып алайық онда. Балалар, сендер үстіге жатасыңдар, біз астыға жатамыз, түсінікті ме? Жарайды. Может, біз астыға жатармыз. Негізі, я. Если бір нәрсе болып жатса, бір-бірімізді тұрғызамыз. Ұйықтап қалмаңдар. Яғни ұйықтаңдар, бірақ бір нәрсе болып жатса, бір-бірімізді тұрғызайық, жарай ма? Жарайды. Окей. Ал, достар, осымен екінші серия аяқталды. Үшінші серия тез шықсын десеңдер, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Давайте 200 подписчикке жеткізіп тастайық. Сол кезде біз